11 сыныптың бірде 43-ші есепті талқылайық балалар. Тіктөртбұрыштың ені ұзындығынан 3 сантиметрге қысқа, олардың ұзындығы 27 сантиметр. Тіктөртбұрыштың ауданы табыңдар деген. Бұл жерде В қабырғасы бізден ені ұзындығынан 3 сантиметрге қысқа болып тұр ғой. Ал екіншісі олардың қосындысы, яғни А мен В-ның қосындысы бізде 27 сантиметрге тең болып тұр еді. Бізде осы жерде S ауданы белгісіз деп тұр. S ауданы табу үшін А мен В-ның мәні керек бізге. S ауданы табу үшін істейміз біз, А мен В-ны көбейтеміз. Енді жазайық. А минус 3 тең В-ға тең болса, А плюс В бұл бізге 27-ге тең болып тұр. Енді осы жерден біз мына В-ның мәнін мына жерге қояйық біз енді. В тең А минус 3 болса, А-ның мәні А плюс А минус 3 тең 27 деп аламыз. Осы жерден енді аны табатын болсақ, 2А тең 27 қосылған 3 болады, балалар. Енді 2А тең 30 болады. А-ның мәні бізде 15-ке тең болды. Енді бұның мәнін табу үшін біз не істейміз? А-ның мәні 15-тен азайтамыз. 3-ті. Сонда бізде 12 шығады бұның мәні. Енді біз ауданды табу үшін 12-ні не істейміз? 15-ті 12-ге көбейтеміз. Бізде сол кезде 180 келіп шығады, балалар. 180 сантиметр квадрат. Бізде сонда ауданы 180 сантиметр квадратқа тең екен. Ал енді балалар, бірде 44-ші есепті қарастыратын болсақ, бізде айтқан еді, бақтада жұмыс істеп жүрген Нұрлан мен Самат қалталарына алма салып шықты. Ал олар көшеде Берікті кезіктіріп, Нұрлан оған 1 алмасын, Самат 2 алмасын берді. Сонда үшеуінің алмаларының саны бірдей болды дейді. Нұрлан мен Саматтың әрқайсысы бақта неше алмадан алып шыққан деп тұр. Енді бұл жерде қарасаңыздар, балалар, Нұрланда x минус 1 алма болып тұр, Нұрланда. Ал Саматта y минус 2 алма деп алсақ, Саматта. Ал Берікте сонда 1 плюс 2, сонда 3 алма бар деген сөзді. Енді жүйе құратын болсақ, x минус 1 тең 3-ке, y минус 2 тең 3-ке болады. Сонда мына жерде x-іміз нешеге тең болады? 4-ке тең, y-іміз 5-ке тең болады. Сонда Нұрланда 4 алма, ал Саматта 5 алма болған деген сөзді. Түсіндіңіздер ғой, балалар? Келесі бізде бірде 45-ші жаттығуды қарайық. Тіктөртбұрыштың гипотенузасы с әрпімен белгіленеді. 10 сантиметр болса, катеттерінің қосындысы А мен В-ның қосындысы бізде 14 сантиметрге тең дейді. Енді балалар, бізге үшбұрыштың ауданын табу керек деп тұр. Үшбұрыштың ауданын табамыз. Ол үшін бірінші А-В катеттерін тауып алуымыз керек. Енді бұған жүйе құрайық. Бізде жаңағы гипотенуза дегеніміз А квадрат плюс В квадраттың қосындысы С квадраты бермей ме? Яғни ол 100 деген сөз бізде. А плюс В-ның қосындысы бізде 14 сантиметрге тең. Енді формула бойынша мына жерде В-ның орнында аны тауып алсақ, қараймыз, аны табатын болсақ, мына жерде не болады? Бізде 14 азайтылған В болады. Енді бұны орнына қойып, аның орнына қоямыз. Сонда бұл жерде 14 минус В-ның квадраты плюс В квадрат тең 100 болады. Енді арғарай тауып көрейік. Енді табатын болсақ, мынаны ашып алайық, мына жерге аша салайын мен. Сонда 2В квадрат плюс 28В минус 100 плюс 196 болады. Тең 0. В квадрат минус 4В болса, плюс 48 тең 0. В1 менде 8, В2 6 болып тұр. Енді мына жерде орнына қоямын. Соны аның мәнін табу үшін 14-тен 8-ді азайтамын. Және аны табу үшін, екінші аны табу үшін 14-тен 6-ны азайтамын. Осы жерден таба саламыз енді. Осы жерден А мен бұның мәнін табасынар. 6-ны азайтсаңыз 8, мынау 6-ға тең болады. Енді S-ті табуымыз керек қой, балалар. S-ті тапқан кезде бізде 2-ден 1 А көбейтілген В еді. Бұл жерде сонда 2-ден 1 көбейтілген аның мәні неше болып тұр? 6-да 8 деп аламыз. Мына қысқа жерсең 3 болады. 3 жердегі 8-дің бізде 24 болады. 24 сантиметр квадрат болады, балалар. Сама квадрат.